Бәріне сәлем оқушылар, менімен бірге мына есепті шығарып көріңіздер. Артық барий хлориді ерітіндісімен әрекеттескенде 0,2 моль барий сульфатын алу үшін қажет құрамында 20% күкірт қышқылы болатын ерітіндінің массасын есепсе дейді. Бұл жерде барий хлориді мен H-хлор күкірт қышқылы реакцияға түскен екен. Барий хлор 2 қосылған H2SO4. Нәтижесінде барий мен сутек орындармен алмасады. Барий SO4 шығады, барий сульфаты, және де H-хлор шығады екен. Енді реакцияны теңестіру үшін хлор мен сутекті қарасақ, теңеспеген, оны теңестіру үшін H-хлордың алдына 2 қоямыз, сонымен реакциямыз толықтай теңеседі. Енді 0,2 моль барий сульфатының үстіне қояйық, 0,2 моль. Моль дегеннің астына біз міндетті түрде коэффициент жазамыз. Ал барий SO4-дің алдында коэффициент жоқ, сондықтан оның астына 1 деген санды қоямыз. Келесі, табу керек затымыз күкірт қышқылының ерітіндісінің массасы. Біз бірінші күкірт қышқылының өзінің массасын табу алайық. X дейміз, масса дегесін астына майырлық масса жазылады, 98. Енді осылай X-ті табамыз. Пропорцияға сүйенсек 0,2 көбейтілген 98 бөлінген 1 болады. Сонда 98 бен 0,2-ні көбейтетін болсақ, 19-да 6 шығады екен. 19-да 6 грамм. Енді осы 19-да 6 грамм дегеніміз ерітіндінің 20%-ын құрап жатыр екен. 19-да 6 ерітіндінің 20%-ын құраса, бізде жалпы ерітіндіміз 100% ғой. 100%. Оны Y-те болайық. Сонда бізде осындай пропорция шығады. Сонда Y-тен болады 19-да 6 көбейтілген 100 бөлінген 20. 19-6-ны 100-ге көбейтіп 20-ға бөлсек, бізде 98 грамм деген жалпы ерітіндіміздің массасы шығады. Ол бізде С варианты. Есеп ұнаған болса, лайк басуды ұмытпайық.